Тарихи күн қазақ тазысын халықаралық деңгейде тану туралы шешім шықты. Бұл шешім неге маңызды екенін түсіндірейін. Алдын ала шешім болса да, бұл қазақ тазы деген атпен қалатын халықаралық кинологиялық федерациясының тіркеуі. Қазақстан осылайша тұқым стандартының иесі ретіндегі мәртебесін бекітті. Мысалы, Қазақстанда қазіргі таңда 1000-ға жуық қана тазы иті сақталған, ал 1993 жылы олардың басы 7000-ға жеткен. Демек, мұндай асыл тұқымды иттер көбейеді деген сөз. Мысалы, осы федерацияның басшысы Тамаш Яккел бұл тарихи күн дейді. Себебі бұл шешім қазақ тазы тұқымының халықаралық деңгейде толық тану, яғни мойындау алдындағы негізгі әрі соңғы кезең. Федерация президенті алда 10 жылдық жұмыс күтіп тұр дейді. Осы уақыт ішінде федерация ғылыми комиссиясы талап ететін тұқым бойынша денсаулық сынақтары, тіркелген күшіктер туралы статистика және басқа да мәліметтер жиналуы керек. Тазы иті қазақ халқының ұлттық мұра бөлігі саналғандықтан, енді осы ұлттық мұрамыз бен мәдениетімізді әлемдік деңгейде мойындап жатырмыз деген сөз. Тазы иттерін ресми тұқым ретінде тану олардың ерекше тарихи және мәдени маңызын әлемдік деңгейде мойындау болып саналады. Тағы маңызды тұсы, тазы иттерінің стандарт жасалады деген сөз. Бұл генетикалық тазалығын сақтау, көбеюін бақылау және тұқымның біртұтастығын қамтамасыз ету үшін маңызды. Оның Қазақстанға экономикалық пайдасы да бар. Мысалы, осы асыл тұқымды иттердің құнын арттырады және ит өсірушілер мен селекционерлер үшін жаңа нарық ашылады. Бұл туралы маңызды және өзекті ақпараттар әшкере Телеграм арнасында сілтеме профилде жазылып қойыңыз.